Реестр және онымен жұмыс істеу құралдары. Жұмыстың мақсаты реестр және онымен жұмыс істеу құралдарымен танысу. Windows реестрі. Windows реестрі бұл унификацияланған деректер базасы. Оның құрамында локальдық компьютердің аппараттық және бағдарламалық конфигурациясы ақпарат болады. Жүйе және қосымшаларға байланысты деректер де осында сақталады. Реестрлерін Windows папкасында орналасқан Rich, Edit, Exe реестр редакторының құралдары арқылы қарастыруға және өзгертуге болады. Реестр редакторының көмегімен реестр элементтерін өзгерген уақытта абай болыңыз, себебі ол синтаксистік және семантикалық қателерді түсінбейді және қате элементтердің пайда болғаны туралы хабарламайды. Реестрдегі қате элемент жүйенің жұмыс жасауына кедергі келтіреді. Реестр құрылымы. Реестр бұл бұтақ тәрізді иерархиялық деректер базасы. Ол екі файлда сақталады. Оның құрамы жүйе конфигурациясы арқылы анықталады. Әдетте олар екеу. Бірінде қолданушыға қажетті баптаулар, ал екіншісінде компьютерге байланысты баптаулар орналасады. Иерархиялық бұтақтардың әрбір торабы кілт деп аталады. Реестр файлдық жүйені еске түсіреді. Кез келген кілттің құрамында қабаттасқан кілт және деректер файлдар аналогы болуы мүмкін. Кілтте кез келген типті деректер болып табылатын ерікті мәндер сақталады. Әрбір мән реестр элементі деп аталады. Реестр редакторы. Реестр редакторы қолданушыға ұсынып отырған реестрмен жұмыс жасауға арналған негізгі құрал. Реестр редакторын іске қосу үшін пуск выполнить менюін орындаймыз. Файл атау терезеде Rec Edit енгізіп, ОК деп басамыз. Реестр редакторы реестр мазмұнын, бөлімшелерді және олардың мәні мен параметрлерін жаңадан енгізуге немесе өшіруге, жалпы реестрдің экспорт жүргізуге мүмкіндік береді. Еш жағдайда өзіңіз құрмаған бөлімше мен параметр мән жұптарын өшірмесеңіз болды. Реестр редакторы 9 деректер типі түрлерінің үшеуін ғана қабылдайды. Ал басқа типті деректермен жұмыс жасау үшін Win32 API функцияларын қолдану керек. Реестрмен жұмыс жасауға арналған Win32 функциялары. Егер әрбір іске қосылған сайын қолданушы іс-әрекеті мен талғамдары туралы мәліметтерді сақтап отыруға қабілетті болса, қосымшалармен жұмыс жасау ыңғайлы. Бұл деректерді одан кейін де қолдануға болады. Мысалы, қолданушы ашқан соңғы деректер базасының атауын сақтау, тағы басқа. Қосымша параметрлерін реестрде сақтау үшін Visual Basic операторлары Save Setting және Get Setting қолданылады. Олар API Windows функциясына сәйкес келеді. Олар келесі синтаксис түрінде жасалады. Save Setting ол қосымша, бөлім, кілт параметрлер. Ал Get Setting қосымша, бөлім, кілт, яғни үнсіздік бойынша. HK Local Machine Software бөлімінде бөлімше құру үшін қосымша жазу құрылған бөлімшеге параметр мәнін жазу, яғни ол клавиатура арқылы енгізілу керек. Бұл тапсырманы орындау үшін Windows реестріне өзгерістер енгізетін бағдарлама жазу қажет. Windows реестрінде жаңағы HK Local Machine Software бөлімінде жаңа бөлімше құрып, оған параметр қосу үшін Python және C# тілдерін қолдануға болады. Python арқылы орындау үшін WinRig кітапханасын қолданамыз. Pythonда бұл модульді пайдаланып реестрге өзгерістер енгізуге болады. Ал C# тілінде Windows реестріне өзгеріс енгізу үшін Microsoft Win32 регистрі кеңістігін пайдалануға болады. Маңызды ескертулер: бағдарламаны әкімшілік құқығымен іске қосу керек. Python үшін cmd-exe арқылы Run as администратор орындап, содан кейін Python script-py деп орындаңыз. Ал C# үшін Visual Studio'да ашып бағдарламаны іске қосыңыз. Қауіпсіздік: Windows реестріне қате өзгеріс енгізу жүйелік ақауларға алып келуі мүмкін.
Сондықтан тек қажетті бөлімшелерді өзгертуіміз қажет. Реестрден деректерді тексеру үшін реестр редакторының құралын ашып, сол бөлімін тексереміз. Windows реестрінде HK Local Machine Software бөлімінде жаңа бөлімше құрып, оған параметр мәңгін енгізу үшін Python және C# тілдерін қолдануға болады. Бағдарлама логикасы, яғни жаңа бөлімше құру, сол параметр атауы мен мәнін клавиатурадан енгізу. Осы мәнді реестрге жазу. Нәтижені реестр редактор арқылы тексеру. Маңызды бағдарламаны әкімшілік құқығымен іске қосу қажет. Реестр мен жұмыс жүйенің тұрақтылығына әсер етуі мүмкін. Сондықтан тек қажетті бөлімдерді өзгерту керек. Қорыта келе, Windows реестрі операциялық жүйенің маңызды конфигурациялық деректерін сақтайтын орталық дерекқор. Бағдарламалар, драйверлер және жүйелік қызметтер реестрді пайдалана отырып параметрлерін сақтайды және оқиды. Негізгі тұжырымдар ол реестр құрылымы және негізгі бөлімдер. Негізгі құрылымы болып, бізде жүйеге қатысты параметрлер. Екінші бізде HK Current User қолданушыға қатысты параметрлер. HK Classes Root ол файл кеңейтулері мен com объектілері. HK Users ол барлық қолданушыларға арналған параметрлер. HK Current Config ағымдағы жабдық конфигурациясы. Қолдану салалары бағдарламалардың конфигурацияларын сақтау, автожүктеу параметрлерін орнату, жүйелік ресурстар мен қызметтерді басқару және пайдаланушы интерфейсін теңшеу. Windows реестрі ол қуатты және икемді құрал, бірақ оны пайдалану абай болуды талап етеді. Егер дұрыс қолданылса, бағдарламалық қамтамасыз етуді басқарудың және конфигурациялаудың тиімді тәсілі бола алады.